Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін парақшамда гүлдерімнің атроскаларын кесіп тамырлатуға қандай әдістер пайдаланып жүрмін. Ол үшін 4 әдіс пайдаланып жүрмін. Сол жайлы ашық түсіріп видеоға ашық айтатын боламын. Яғни байқасаңыздар, мен парақшамда осындай атроскаларды өз гүлдерімнен кесіп тамырлатып егіп сатып жүрмін. Соны гүлдерді тез тамырлау үшін, жақсы көп процентті тамырлау үшін не істеп жүрмін, сол жайлы ашып айтамын. Жаңағы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, жаңағы гүлдерді қалай тамырлатуға қойып жүрмін, сол жайлы видео түсіретін боламын. Яғни жаңағы атроскаларымды қазір кесіп алдым, дайындап әтейі жаңағы мен пайдаланатын әдістерге эксперимент жасау үшін міне әтейі екі-екіден кесіп алдым, бірдей тамырлайтын гүлдер болғандықтан. Ал егер парақшама жазылмаған болсаңыздар, парақшама жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің видеоларым сіздерге видео шықты деп келіп тұрады, жаңа видео шыққанын айтып тұрады. Сосын жазылып, жаңа қоңыраушаны басып қойыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Ал кеттік, бастаймыз. Яғни мен жаңағы гүлдерімді атроскаларын кесіп тамырлатып сатып жүрмін. Ол үшін қандай әдіс пайдаланып жүрген жайлы ашық видеода бастаймыз. Мынау өткенде атросканы кесіп алғам, аптене деген гүл ашатын атросканы кесіп алып суға салған болатын. Ол жайлы астында видео тұр. Мені тамырлап бастады. Ол кезде мен байқасаңыздар, жай суға пайдаланған болатынмын. Яғни егер үйде қолдарыңызда ештеңе жоқ болып тұрса, жай су дегеніміз, яғни қайнаған су болу міндетті түрде емес, қайнаған су, жылы су құйсаңыздар, онда тіптім жақсы. Егер мына атроскаларыңыз жарық жерде, жылы жерде тұрса, тамырлайды. Ешқандай тамырлатқыш қоспай-ақ тамырлайды. Бірақ гүлдеріңіз бірінші очередте жаңағы, қалай айтсам, здоровый болу керек. Здоровый дегеніміз, гүлдеріңіз ешқандай жапырақ сарғаймаған, ауырмаған, сабағы әлсіз болмау керек. Егерде сабағы әлсіз болды ма, ол жаңағы күші жетпейді да тамырлатуға. Онда ол қанша жерден тамырлатқыш емес, алтын құйсаңыздар да тамырламайды. Сондықтан жаңағы бірінші очередте кесетін гүлдеріңіздің сабағы нық қатты, шірімеген, сарғаймаған, ауырып тұрмаған гүл болу керек. Бірінші очередте сол. Ондай болса жай суда да тамырлай береді. Негізі жарық жеткілікті жаздың күні, көктемде жақсы тамырлай береді гүлдер. Көп атроскалар көктемде, жазда тамырлайды. Бірақ жаздың күні күн ыстық болғандықтан кейбір гүлдер көп шыдамайды. Және қалай айтсам болады, күнді, терезені біз жарықтан, жаңағы күннен қорғау мақсатында жабамыз ғой. Сол кезде жарық жеткіліксіз болып тамырлау қиындау болады. Сондықтан көктемде көбіне совет берем тамырлатуға. Егерде басқа кезде тамырлататын жағдай болса, онда қазір 4 әдісті пайдаланып жүрмін, сол жайлы айтып өтейін. Ал бірінші әдісіміз, қазір бірінші суға салып суды құйып дайындап алайын. Суды көп қана құймаймыз. Толтырып құятын болсаңыздар, атроскаларыңыздың ішіне түсіп кетіп, жаңағы шіріп кету болуы мүмкін. Бұл жерде менде қайнамаған, кәдімгі комнатный температурада су. Негізі көп атроска жарық, жылы жерде тұру керек. Жылы жерде жаңағы тамыр шығаруына жақсы әсер етеді. Сосын жарық жеткілікті болу керек. Атроскаға жарық жеткіліксіз болса, тамыр шығару қиындау. Сондықтан жарық жеткілікті болу керек, и жылы болу керек. Мені байқасаңыздар, стаканды толтырмай су құйып алдым. 4 түрлі әдісті қазір сіздерге ашып көрсететін боламын. Яғни жаңағы мен қолданатын өзімнің тәжірибемнен өткен әдістерді көрсетіп өтемін. Қазіргі уақытта негізі бал қосу, құмшекер қосу, сондайлар көп. Оның бәрін айта бермеймін. Себебі мен өзім ондай
қолданып жүрген жоқпын. Өзім қолданып жүрген 4 әдісті ашып көрсетемін. Мен парақшамда байқасаңыздар, көп атроскаларды солай кесіп, тамырлатып сатып жүрмін. Мен көбіне пайдаланатын, оны комментарияда да ашып айтып жүрмін, канневин пайдаланамын. Және мына жақта 3 әдісті көрсетемін қазір. Бірінші очередь осы канневинді пайдаланамын. Бұл канневинді егер таппай қалсаңыздар, жаңағы ауылдық жерлер болады, немесе қолымызда табан астында гүлімізді кесу керек болады да, үйде болмай қалған жағдай болған кезде қолданатын 3 әдісті көрсетемін. Бірінші очередь сол канневинге тоқталып өтейін. Көпшілік осыны пайдаланатын болғандықтан, осы қолжетімді негізі. Негізі радигрейн дегенде бар, ол да жақсы, бірақ сәл қымбатырақ тұрады канневинге қарағанда. Ол да бал сияқты батырып жасайтын нәрсе. Егер алда бал жайлы қызық маған көрсетіңізші десеңіздер, ол жайлы да видео түсірейін, бірақ мен өзім ондай нәрселерді көп пайдалана бермеймін. Өзім пайдаланатын 4 нәрсені көрсетіп жатырмын. Яғни канневинге бұлай суға канневинді араластырып суға жасасаңыздар да болады. Сәл ғана пышақтың ұшымен, мына пышақты мысалға қайшын дымқылдап алдым, канневинге батырдым, осынша ғана жарты стакан суға осынша ғана қосып пайдалануға болады. Болмаса мынау гүліміз ғой атроска. Осы гүл атросканы қазір мысалға суға батырдым. Сәл ғана ұшын суға батырдым да канневинге батырдым. Міне. Көптеп емес, қатты шылқытып қажет емес, сырапта болмау керек. Міне, қараңыздар. Гүл батты, одан кейін сразу суға салсақ, суда канневиніміз тарқап кетеді. Қойып қоямыз. Бір 10-15 минутқа, 5 минуттан жоғары қойып қоямыз. Міне. Байқасаңыздар, қойып қойдым. Міне, судың қасына қойып қойдым. Осы жаңа канневин салынған су. Соған қойып қойдым. Ендігі кезектегіні көрсетейін. Енді бәріміз білетін алоэ гүлі бәріміз өсіретін шығармыз. Мен көбіне сатуға емес, алоэ гүлін тамырлату үшін өсіремін үйде. Емдікке де қолданатын, мен бірақ емдікке ешқандай қолданып жүрген жоқпын, және өзім қолданбаған соң сіздерге совет бере алмаймын. Ал жаңағы гүлді тамырлату үшін қолданып жүрмін. Міне, қалай қолданамын? Мына суға бір кусогын кесіп, міне ағып тұр ғой осы. Осы жаңағы бір жағынан антисептик, канневин суыма түсті ғой. Мынау екінші стакан сол алоэға арнаймыз. Міне, қараңыздар, ішінде жаңағы өзінің сөлі бар. Міне, осы сөлін бір жағынан бұл антисептик дейміз, жаңағы гүліміздің тамырын шіртпеу мақсатында, және тамырлататындай өзінің қасиеті бар. Сондықтан жаңағы алоэны осы гүлдің тамырлататын суына осындай бір кусок салып жіберем. Жарты стаканға бұл былай жетеді. Мін ортасында қысып сөлін алам да өзін шығарып тастаймын. Өзі шіріп, уақыт келеді, атросканы шіртіп жіберуі мүмкін. Сондықтан суға салып қыстым, ішіндегі сөлі ақты. Міне, одан кейін мынау мысалға алоэ сөліне, мынау өзіңіздің атроскаңыз мысалға. Атросканы суға батырып алам. Міне. Оны аламда мына сөліне жағам. Көрдіңіздер ме? Қалай сөліне жағылып жатыр. Әріна гүлді кескен жерді жаңағы микробтан қорғайды антисептик ретінде, әрі тамырлату қасиеті де бар. Міне. Жақтым және қойып қоям. 5 минуттан жоғары бұны да қойып қоям. Әр стакан өзіне гүлдің қасына қойып қойып жатырмын. Ендігі кезекте бізде үшінші мынандай қурағандарын алып тастаймыз. Мынау гүліңіз ешқандай жаңағы шірімеген болу керек. Жаңа кесіліп алғаннан кейін бір 5-10 минут кеп тұру керек. Мына жерде тамырлары шығайын деп тұрған гүл жаңа кесілді. Ендігі үшінші кезегіміз угіль дейміз. Далада шашлық жасағанда ағаш өртейміз, немесе күздің күні ағаш өртейміз. Сол кезегі мынау екінші стакан, мына үшінші стаканға. Міне. Күлі. Ағаштың күлін бір ыдысқа жинап аласыздар.
мына егерде ағаштың күлін жинай алмаймын, этаждамдамын десеңіздер, мынандай уголь сатып аласыздар. Яғни гүлге араластыратын уголь болады, древесный ағаштың күлі. Осыны аласыздар да, мін. Егерде жаңағы ағаштың күлі өртенген жерінен жинап ала алмаймын десеңіздер, осындай аласыздар да. Көп емес, міне. Бір кусогын осындай саласыздар. Бұл не үшін? Тамырлату үшін қасиеті жоқ ешқандай, бірақ жаңағы гүліңіздің тамыры шіріп кетпес үшін антисептик ретінде пайдаланамыз. Жаңағы гүлдің ары қарай шірмес үшін. Міне, болмаса мынандай ағаштың күлін дайындап аласыздар да, мынаны батырасыздар. Міне, дымқылдап аласыздар бірінші. Мынау құрғақ жерлеріне міне батырып міне сала беруге болады. Бұны кептіріп, ешқандай керек жоқ, салып қоясыздар. Бұл жаңағы айтып отырмын ғой, гүлдің тамырлауына әсері жоқ, бірақ гүлдің жаңағы процентін, шіріп кетпеу процентін төмендетеді. Сонысына жақсы, сол үшін пайдаланамын. Болмаса тегі мынандай уголь ала алмаймын, ағаштың күлін пайдаланамаймын десеңіздер, аптекада активируемый уголь бар ғой, жаңағы сатады ғой, қара дәрі. Дәрі болғанда, дәрі емес, жаңағы адам организміне шылыққа қолданатыншы, соны пайдалансаңыздар болады. Майдалап, үгіттеп, суға салып жіберсеңіз. 1 литрға жарты таблетка жүреді. Егер стаканға тамырлататын болсаңыздар, 4-тен 1 бөлігін пайдаланасыздар. Егер жаңағы қара түрін пайдаланасыздар. Соңғы кезде аптекада мен сол қара түрін пайдаланбай сияқты кездестірмей кеттім. Ақ түрі шықты. Ол ақ түрін мен қолданып көрген жоқпын. Сондықтан ол активируемый угольдің ақ түріне совет бере алмаймын. Қара түрін пайдалансаңыздар болады. 3 түрін ашып айтып көрсеттім. Қазір 4-шісін көрсетем. Мынау жаңағы неге пайдалану едік? Так. Алоэм пайдаланғанда уже сала беруге болады суға. Ал мынау жаңағы каневин пайдаланғанымызды уже салып қойсақ болады міне суға. Осы үшеуін салып қойдық. Мынау уголь болатын. Енді 4-ші жолы жаңағы негізі тамырлатқыш нәрселерді айта берсең көп, оған мен өзім қолданып жүрген осыларды айтайын. Енді қазір мына сиалит деген, яғни гүл дүкендерінде болады. Гүлге арналған микроэлементтері бар құрамында. Жаңағы био жаңағы гүлдерге араластырамыз ғой, жаңа топырағына. Мен видеомда байқасаңыздар, топырақ құрамына осыны араластырам. Сосын орхидея гүлінің топырағына араластырсаңыздар да болады. Бұның бір жағынан жаңағы құрамында микроэлементтер бар болғандықтан гүлдің тамырлату күш беретін жаңа әсері бар. Жаңағы гүлдерге күш береді және тамырлауына күш беретін микроэлементтер бар болғандықтан бұны да гүл тамырлатуға пайдаланып жүрмін. Міне. Битсеңіздер, салсаңыздар, жаңағыда бір сода ұқсатып шипит етіледі, яғни газ шығады бойынан. Мін 3-4 ғана, көп салмаймыз. Міне 3-4 ар кетсе 5-6 бір стаканнан жартысына жетеді. Осын салып қоямыз. Міне байқасаңыздар, атросканы сол жаңағы салған жерге салайын деп отырмын. Бұл әдістерді қорқпай пайдалансаңыздар болады. Себебі мен бәрін жаңа көздеріңізше салып, егер мен сіздерге гүлім өліп қалатын болса, сіздерге осылай көздеріңізше бәрін салып көрсетпес едім. Мен тәжірибемнен өткендіктен смело көрсетіп отырмын сіздерге, ашық көрсетіп отырмын. Әрқайсысын жеке-жеке тамырлатуға қойдым. Егерде осы тамырлатқан атроскаларды болашақта алда жағдайын көрейін, қалай тамырлаған көрейін десеңіздер, менің парақшамда болып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алда бұйыртса сіздерге көрсетемін. Себебі мына атроскаларды сіздерге кесіп, суға салғанымды көрсеткен болатынмын. Ендігі кезде мына қараңыздар, тамырымен көрсетіп отырмын. Сондықтан алда бұйыртса мына гүлдерді де тамырымен көрсетеміз.
көрсетемін. Енді бұларды жеке-жеке 4 түріне қойдым. 4 түрлі әдіске. Және жарық жылы жерге қоямын, яғни күн түсетін тереземе фитолампа жарыққа қоямын. Күн түсетін тереземе жылы жер және күннен және жарық фитолампа арқылы болып тұрады, сол жерге қоямын. Егер фитолампаларыңыз болмаса, күн шығыс терезеге азанғы бір күн түсетін жылы жерге орнатсаңыздар болады. Тіке күннің көзі жаздың күні шілде айында тіке күннің көзі түсетін жерге қоймаңыздар. Бұлар әлі жаңадан кесілгендіктен әлсіз болады, жапырақтары күйіп кетуі мүмкін. Ал өздеріңіздің гүлдеріңізді үйде мысалға артығы болады. Ол артығын бәрін мысалға жинай бермейсіздер ғой, қайта-қайта егіп, ол мүмкін емес. Терезенің алды толып кетеді, шкафтың алды толып кетеді. Сондықтан өзіңіздің мынау гүлдеріңіздің артығы болса, осылай менің парақшамдағыдай кесіп, жаңағы мен пайдаланып жүрген тамырлатуға қойғышпен тамырлатып, жаңағы егу жолдарында видеоға көрсетіп жатырмын, стаканға қалай егем, горшокқа қалай егем, сол жайлы жаңағы көріп, артық гүлдеріңізді инстаграмға, ютубқа, тиктокқа салып сатсаңыздар болады. WhatsApp группалар бар мысалға мен бір сингонимнан мысалға қаншама атроска беріп тұр. Мысалға мынау бір монстерам қаншама атроска беріп тұр. Мен оның бәрін жинай бермеймін ғой. Мысалға бір егем, 2 егем, 3 көбейтем, одан кейін қалған атроскаларын осылай тамырлатып сатып жүрмін. Осы 4 жолды пайдаланып жүрмін. Алда болашақта 4 түрлі тамырлатқышты жаңағы тамырлатып, кесіп, сатып көрсеңіздер болады. Парақшамда отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Алда бұйыртса осы атроскалардың жағдайын көрсетіп тұратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Амандықта жүздесейік. Қош сау болыңыздар.